қалайша? Әй қыз, бері кел. Ай, папа, келдім. Пап, не болды? Сен қызды ма? Айтпайсың бана байыңа. Біздің компанияның әшкерелеп беріп тұғыр бар шындығына. Не әшкерелеп береді? Так, оларды үйден қуып шығам, түсіндің бе? Сен де барып айт соны. Пап, не? Жоқ, оған жала жапқан болар, мен сөйлесіп көрейін. Ешқандай да сөйлесу болмайды. Айттым, бәкті. Қуып шығамыз дедім ба? Үйден қуып шығамыз. Сосын көрейік оны. Біздің үйде тұрып алып, өзі кедей дым қолынан келмейтін неме? Папа, өтінем, ашуыңды басшы. Бар, қызымен қоса қуып жібер үйден. Папа, бар дейм саған. Қараша, ол кедей немені. Қызым менің. Қызым. Ой, мамаңа не болды? Мамасы? мен саған айтарым бар. Сен журналистерге менің әкемнің бар шындығын ашып беріпсің. Содан кейін папам сені біздің қызымызбен бірге үйден қуып шықты. Не? Мені? Баламызды ма? Хотя баланы алып қойсайшы, мен оған қалай жағдай жасаймын. Кешіріңдер, мен сендерді таңдай алмадым. Маған байлық керек, мен ақшасыз өмір сүре алмаймын. Ал мен қызымды саған тапсырдым. Не? Ей, сен әлі кетпегенсің бе? Ей қыз, бар бөлмеңе, тез. Папа, қоштасып алайын. Бар деймін. Жарайды. Кешіріңіз мырза. Қап, енді не болады? Ей, сен, немедің бар бүлігімді ашып бересің, бұлығымды. Үйден кет тез. Бар, тыңдамайды ғой мынау тіпті. Кет! О, жоқ, қызым аман болса екен. Қызым аман болса екен. Олардың жағдайын біліп қайтуға барып тұрармын. Ой, қызым, кешір қызым. Енді біздің үйдің табалдырығын аттама. Кет! Ой, қызым. Ой, қызым болды. Бізде барлығы жақсы болады. Қызым, мен сені асыраймын, бағам. Жарайды, кеттік, жүре ғой қызым. Енді бұл жер бізге пана емес. Арада 2 жыл өткеннен кейін. Доча, тұрдың ба, доча? Я, папа, мен тұрдым. Сен қайдасың, папа? Келдім. Ішім ауырып тұр, папа, қарным ашты. Ой, жоқ. Қазір келе қош, балапан. Мен холодильникті көрейікші, ішінде не бар екен өзі? Мүмкін емес. Так, тамақ қамапты ғой бізге, қап. Папа, қайным асып жатыр. Қазір, қызым. Тамақ таусылды. Ал мен ақша жоқ үйде. Так, менде бірақ амал ғана қалды. Иә, менде басқа амал жоқ. Құдайым-ау, басымызға не күн түспей жатыр. Қызым, папаңды кешір, негізі папаң бұлай жасағысы келмеді дегенмен менің де қарным ашып барады. Біз бұған мәжбүрміз. Келе ғой, қызым, келе ғой. Жарайды, папа, сен не айтсаң, соны жасаймын. Иә, мен сені көтер балам, келе ғой, кеттік. Қайда? Жүр, кеттік, қазір көресің. Жарайды. Ой, дала салқын сияқты ғой. Тоңбадың ба? Жоқ, папа, мен тоңбадым. Жарайды. Так, қызым, сен мұнда өтінем. Паркте ойнай ғой, жарай ма? Ақылың бар ғой. Иә, ойнай тұрам. Жарайды, қызым кетті. Ал мен... Сау болыңыз, рахмет. Бүгін көп адам болды. Шаршап кеттім ғой. Енді кассаны жабайын. Так, қорқпаңыз, өтінем, қорқпаңыз. Қорқпаңызшы, өтінем. Мен сізге зиян тигізбеймін. Маған тек магазиннен сүт пен пицца керек. Не? Иә, маған тек сүт пен пицца керек. Өтінем, маған ақша керек емес. Маған ақша керек емес, шын айтам. Мен... Жарайды, сізге неге ақша керек емес? Өтінем, әкеп беріңіз тез. Бұл кісіні түсінбедім. Неде болса полицейді шақырып қойдым. Маған зияны тиіп жүрсе, так, пицца мен сүтті алдым. Өтінем, сізге бүкіл ақшаны берем, тиіспеңізші, өтінем. Жоқ, мен просто қызым аш қалды. Сол себепті магазиннен тек пицца мен сүт алуға ғана келдім. Не? Міне келіңіз. Мен... Жарайды, сізге рахмет, сау болыңыз. Мен полицейді шақырып қойдым. Енді қайтсам екен? Так, жаңа қызым деді ме? Айтқандай тәттала барайыншы. Мен паркте ойнап болдым, папа. Папа келген бе? Папа келіпті ғой. Папа. Доча, келе ғой, мен тамақ әкелдім. Ой, менің папам супер. Ой, міне тұр екен ғой. Жей ғой пицца, қызым.
Қызы кішкентай екен, расымен өтірік айтпапты. Ей, кешіріңіз, мырза, кешіріңіздер, өтінем. Мен сізге шұғыл бір нәрсе айтуым керек. Не болды, айта беріңіз. Мен полицей шақырып қойдым. Не? Ой, мен сізге айттым ғой, полиция шақырмаңызшы деп. Кешіріңізші, мен білмей қалдым. Мен сізді ұры деп ойлап қалдым. О, жоқ. Мен қателігімді жөндеуім керек. Тез арада сізге бұл жерден кету керек. Бізде машина жоқ, енді қайтсек екен. Уайымдамаңыз, мен сізге машинамның кілтін берем, және де мына қағазға мен адресті жазып қойдым. Осы домға барыңыз, бұл домды ешкім білмейді. Жарайды, рахмет сізге. Атыңыз кім? Атым Анна. Жақсы, рахмет, Анна. Көлігіңіз қайда? Артымнан жүріңіз. Қызым, кеттік, жүре ғой. Осы көлікке отырыңыз, бұл менің көлігім. Өтінем, тез кетіңіз, мен полицейді шақырып қойдым. Жарайды, рахмет сізге, Анна. Ой, кеттік. Бүгінгі сменім бітті, енді қайтатын болдым ғой. Жукунай ханым, ой, не болды? Не ой, қасыма адам таппай жатырмын, ұры түскен екен магазинге. Не? Ойбай, тез барайық онда. Иә, неге бағана бері айтпағансың? Қорқып едім жалғыз өзім баруға. Жарайды, ұры болса мұнда пистолеттен алып алу керекпіз. Кел, сен де алып ал. Иә. Так, сонымен неге бармағансыңдар? Вызовтың түскеніне 10 минут болған, үлгеретін шығармыз. Жарайды, көлікке отырын, тез мен барайық тез апарайын деппін ғой. Иә, келе жатырмын қазір. Так, қай жақта дедің? Жүре беріңіз. Мынау сол жақтағы магазинде, өтінем абайлаңыз. Жарайды. Так, мұнда ешкім жоқ сияқты ғой. Көрейікші, білмеймін, қорқып тұрмын. Ұры дегенсін жалғыз өзім бара алмадым. Жарайды, кеттік. Тұра тұрыңыз. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Бұл магазиннен бізге вызов түскен екен. Ой, иә, мен қателесіп 10-15 минут бұрын байқамай кнопканы басып қалыппын. Абыржып жатып. Сондықтан ол өтірік вызов болды. Не? Иә, сосын менің не ғой, уақытым уже бітіп барады. Мен қайтамын үйге машинаммен. Сіздер де шықсаңыздар, өтінем. Ой, Жукунай, кешірші, білмедім өтірік екенін. Жарайды, іштен етпейді, кеттік, жүрші. Жарайды, егер келесінде кнопканы басып кетпеңіз, абайлаңыз, көмек керек болса хабарласыңыз. Рахмет, сау болыңыздар. Так, кеттік, отыр құрбым. Қап, өтірік вызов екен ғой. Жоқ, мен күдіктеніп тұрмын, негізі бар ғой. Давай камераны қарап көрейік, сенде магазиннің камерасы бар ғой. Иә, бар. Мынаны қара, Жукунай. Ой, көрдім. Мұнда расымен біреу келіпті, бірақ оның түрін көре алмай тұрмын. Өйткені ол арттан қара түсіріпті ғой камера. Білейін, сүт алған? Так, срочно кеттік. Жаңағы кассир қыз бізге өтірік айтқан екен. Иә, тездетіп барайық. Жүр, кеттік. Бәсек сезіктеніп едім, күдіктеніп едім осы соның сөзінен. Қуып алжып бұлайнан айтты ғой, сасқалақтап тұрып. Ой, тұра тұр. Таксиге мініп жатыр. Не дейсіз? Тығыл деймін. Иә. Сәлеметсіз бе? Брухевен 17. Сәлеметсіз бе, кеттік. Түсінбедім. Жаңа ғана бұл қыз бізде көлігіммен қайтам деп еді ғой. Тез айдаш, апаш, ана таксидің артынан. Жарай ма? Иә, отырыңыз. Такси қайда кетті? Мына жоғарға қарай, мостқа қарай көтеріліп кетті ғой деймін. Жарайды, көрейік. Сонда бізге өтірік айтқан ба? Солай болуы мүмкін. Так, такси қайда кетті қылтқап? Міне артқа, сәл артқа. Түсеміз, кеттік. Так, ой, мына кассир қыз өзінің үйіне келген сияқты ғой. Сау болыңыз. Қап. Иә, өзінің үйіне келген сияқты. Жүр, терезесін аңдып көрейік. Мүмкін ол ұрымен сөйлеседі бағанағы, иә? Ол әйтпесе ұрыны неге бізге айтпады деп ойлайсың? Білмеймін, қызық болып тұр. Так, бөлмесінде жоқ қой деймін. Осы жерде күтейін ба? Бергел, қасыма қарай тұр. Ой, бағана атында сұрамаппын ғой. Аты кім болды екен? Қарным аш тұршы. Есті қалады, тыныш. Жарайды, ертең барған кезде міндетті түрде атын сұраймын. Қазір ұйықтайын. Қап. Так, ол ұйықтауға жатып қалды. Біз, демек, ол ешкіммен тіпті сөйлеспеді. Не істейміз? Білмеймін. Так, мен осында оны аңдып қалам. Мен бүгін жігітіммен кездесетін едім. Өтінем, мен кете берсем бола ма? Жарайды, бара бер. Сау бол. Жақсы, рахмет сізге. Жарайды, жігітіммен кездесем еді. Мен негізі бұл қыздан кәдімгідей күдіктеніп тұрмын. Себебі ол қыз ол ұры туралы бізге ештеңе айтпады. Жарайды, көрші үйде күтейінші оны. Ертеңге дейін. Ой, Анна қандай жақсы қыз еді. Маған бір көргеннен ұнады. Бірақ ол полицейді шақырып қойдым деді. Қызым жата ғой. Так, не істесем екен? Оған міндетті түрде алғысымды қайтаруым керек. Бірақ қалай айтам, ол ертең келетін шығар. Жарайды, қазір ұйықтайын.
Уф, таң атты әйтеуір. Ой, светті жағайын, тез-тез кішкене сәнденіп, әдемі киініп, әр жағынан жұмысқа баратындай барып, ой, ол баланың атын сұрамаппын ғой, өзімнің ғана атымды айтып. Жарайды, мен дайын сияқтымын. Қызық, оның әйелі қайда екен? Келе жатырмын. Ой, таксиге мінейін деп жатыр. Так, мен мына көлікті әкеп қойғам, жақсы болды. Ой, мені көріп қоймасын. Қайда бара жатыр екен? Так, міндетті түрде артынан аңдуым керек. Біліп едім, осы сол адамға баратынын. Мына жерге машина қоя тұрғам, жақсы болды ғой. Так, енді ой, жоғалтып алмайын. Такси қайда кетіп барады? Міне. Қанша жол жүрдік, қашан тоқтайды? О, бұрылыс жасады. Мына жерде домик бар екен ғой. Мынау дача. Так, мені көріп қоймасын. Машинаны мұнда қойып. Так, мені көріп қоймасын. Біреулер жүр. Сол ұрыға ұқсайды. Иә, солай сияқты. Так, өзім мұнда тұрып қарап тұруым керек. Сау болыңыз, рахмет сізге. Сау болыңыз. Уф, келдім ау. Сәлем. Сәлем, қалай, Анна? Жақсымын. Айтқандай, сенің атың кім еді? Мен Джекпін. Мінеке сенің көлігің. Қара, мен еш жерін зақымдамадым. Рахмет саған. Кілтін тапсырып қояйын. Саған да рахмет. Анна, сенің не ғой? Мен бірінші сұрақ қояйыншы. Жарайды, сұрақ қоя ғой. Сенің әйелің қайда? Сол маған қызық. Ол бізді тастап кеткен. Жарайды. Айтқандай Джек, мен саған тағы да бір нәрсе айтуым керек. Мен де саған бір нәрсе айтайын. Бірақ мен бірінші айтайыншы, себебі кеше полицейлер келіп сені іздеп кетті. Не дейсің? Полицейлер келіп іздеді ме? Қап, енді не істесем екен? Білмеймін. Сен не айтайын деп едің? Жарайды, ішке кіргенде айтарым. Үйде сөйлесейік. Мына жерден қазір полицейлер аңдып қалса көріп қалады. Жарайды. Иә, мен қайтуым керек. Мен полиция ұстап қалған. Жарайды, жүрші, үйге кіріп сөйлесейік. Жарайды, Джек, бара жатырмын. Так, бұлар үйге кіріп бара жатыр. Мен де мына машинамен барайын. Әдейі ана машинаны қалдырып кетіп, мына машинаны алып ағам, жақсы болып әйтпесе сезіктем қалатын еді. Так, қару керек емес сияқты ғой бұл жерде. Тук. Сен біреуді күтіп жүрмедің? Жоқ, бұл мен полицей, Жуконай, комиссар, мене сондай бір нәрсемін. Есікті ашыңыздар, мен сіздер туралы бүкілін білем. Не? Ой, кешір, полицей мені аңдып келген сияқты. Жарайды, Анна, сенің кінәң жоқ, ештеңе етпейді. Есікті ашыңыздар, болмаса қазір сындырып кіруіме тура келеді. Жарайды, ашамыз. Мінеке, кіріңіз, полицей. Сәлеметсіздер ме? Жоқ, полицей, өтінемін, мені кешіріңіз. Так, барлық айтатын нәрселеріңізді ішке кіріп айтасыздар. Яғни сіздер менімен бірге участокке барасыздар, әсіресе сіз. Жарайды, мен ғана бара берейінші, мына қызым мен бұл бикеш қала берсін. Жарайды, иә, сіз ғой қылмыс жасаған, магазиннен сіз тұрлаған. Мен сізге айтып кешіріңізші, сізден жауап не? Қазір мен бикешпен сөйлесіп алайыншы. Өтінем, Анна, менің қызыма мұқият қара, жарай ма? Жоқ, комиссар, өтінем, ол ақша ұрламады, барлығы бізде жақсы, уайымдамаңыз. Жарайды, комиссар тыңдамайтын сияқты. Менің қызыма бас көз болшы, өтінем, мен барам да келем. Жарайды. Иә, тездетіңіз, қоштас болған болсаңыз. Саған сендім, Анна. Жүріңіз. Иә, молодцы. Қоштас болған болсаңдар, жүріңдер. Не ғой, кеттік, барлығын полицейский участокке барғанда айтасыз. Қап, жарайды. Тездетіп жүреміз, сағыз сияқты созылмай. Қап, қимай тұрғаным. Жарайды. Так, сонымен кеттік. Сіз не, тығып қалам деп ойладыңыз ба? Жоқ, мен сізге негізі бар ғой, мен баланы асырау үшін ұрлаған едім. Жарайды, болды. Так, отыра тұрыңыз, мен қазір гаражымда есігімді ашып алайын, гаражым деп ғой, масқара қылып. Так, все. Ойбай, артқа кетіп қала жазадық. Так, парковкам қайда? Мында екен ғой, мына полицейский участокке көп келмейтінем. Мен сонда осында біраз уақыт болам ба? Иә, сіз осында қамауда боласыз, пока сот болам дегенше. Қап, жарайды. Жүріңіз. Кіргім келмей тұр, апай. Апай, не? Жүрш, тез арбаң, сілтең етпей. Жарайды, әзіл ғой, әзіл. Сонымен, так, ішке кіре беріңіз. Оң жаққа. Ай, тамақ қашан бересіңдер? Шоламаймыз. Тамақ беріңдерші. Қазір повар келіп береді, шоламаймыз. Маманы жабайлармен тұрам ба? Қош, тіпті жабай деп. Адам ғой бәрі. Кіргені. Жоғарға көтер, оңға қарай бұрыл. Жуконай апай, сәлематсыз ба? Иә, сәлем, қалдарың қалай? Жақсымыз, рахмет. Мұнда 10-шы номерге кіреміз.
Жарайды. Киім ана кроваттың үстінде ма тұр, сол жерден тауып алсашы. Жарайды. Иә, сау бол, үйреніп кетесің, уайымдама. Жарайды. Иә, сонымен не дейсің сен? Бізге тамақ беріп қойған, ана астындағылар прикол ұстап отқан ғой. Жарайды. Так, все, болды. Не ғой, мен қай кезде шығам? Сенің әлі 2 жылың бар ғой. Мен қашан шығам? Қашан шығам деп өстіп ашылғандайық. Сен әзір шықпайсың. Бір айдан кейін бе сондай. Қой, кетті, мен документ толтырып тастайын. Осында отырып. Менің папам қашан келеді? Мен папама барғым келеді. Өтінем, қойшы жылағаныңды. 2 сағат болды, әлі қоймадың. Өтінем, папаға апасы. Сықтап кеттім, бүкте орап тастамаш мені. Жарайды, жүрші, папаңа барып қайтайық. Міне, келдік. Сәлеметсіз бе? Өтінем, бұл бала жылап менің миымды жеп қойды. Оны міндетті түрде әлгі неге кездестірейік. Жарайды, миымды жеп қойдыңыз ғой, мұнда өтіңіз, отырыңыз, қазір мен шақырып келем, түсіндім кім шақырып тұрғаныңызды. Рахмет сізге. Мұнда отырыңыз. Жарайды, тез шақырыңыз. Жарайды. Кеттім, жүгіріп баратырмын. Так, шынымен жүгіріп баратырмын ғой, өлі жүгіріп баратырмын деп алып. Расымен әлгіндегі бикеш келді ме? Иә, сенің қызыңды алып келді. Кел, мұнда кірде сөйлесіп алыңдар. Сөйлесу уақыты 1,5 минут, сондықтан тездетіп сөйлесіп алыңдар. Жарайды, рахмет. Анна, сені көрген өте қуаныштымын. Сенің қызың ғой, миымды жеп қойды. Әкелдім енді. Жарайды, ол сондай өзі. Анна, не ғой, мен саған бағана бір нәрсе айтуым керек деп едім. Иә, мен сені тыңдап тұрмын. Қашан шығасың? Мені әзір шығармайды дегенмен, мен сені ұнататынымды айтқым келген. Не? Иә, мен сені ұнатамын, Анна. Джек, рас па? Мен сені шыққанша күтемін, жарай ма? Мен сені күтемін. Сөйлесу уақыты бітті, ішке кіреміз. Жарайды, Анна, сау бол. Сенің сезімің ше, маған да бар ма? Иә, Джек, мен де сені ұнатам. Жақсы, мені күт. Ой, бұл сендер немене айқайласып таған сөйлесіп отсыңдар. Так, все. Жігіт, бүгін мәссің ғой. Иә, мәзбін, әрине. Бүгін мені ұнататын адам таптым. Ой, қуаныштымын, рас, молодец. 6 ай өткеннен кейін. Деген витамин бар ма? Иә, мінеки алыңыз деген витаминді. Сізге не керек? Маған Ш деген витаминді бола ма? Иә, Ш деген витамин, мінеки шапалақ витаминді бар. Рахмет сізге, аптекашы жігіт. Ой, мен босанатын сияқтымын. Иә, қазір операцияға дайындаламыз, кіріңіз. Иә, жақсы. Арада 2 жыл өтті. Мама, папам қашан келеді? Ей, Платишка, я мен ғой. Бұке, мен сені күтемін. Ей, қойындар, балалар, қойындар, олай болмайды. Үніңді құлатып аласың, қой. Жайды, қойдым. Тамақтамды. Папа дедің бе? Менің де жүрегім бүгін бір түрлі болып тұр. Папаларының шығуына әлі 2 жыл бар. Жеттім-ау, отбасыма. Жақсы болды. Мен біреуді көрдім. Мен келдім, ашындар. Не? Кім келуі мүмкін? Джек! Папам келді. Боқмылын зіл. Өзін боқмылын. Папа дейма? Папам ба? Папа сен ба? Папа. Джек, Анна. Мәссаған, Джек, мен сені алмай тұрмын. Мәссаған, біздің балаларымыз ба? Қызым. Папа, мынау боқмылын. Мама келді больницадан. Ой, жандарым, сен қатсағым қалдым ғой. Сен қалай ерте шықтың, Джек? Мен тәртіпті болғаным үшін мені шығарды. Сау болыңдар, енді мен отбасымен бірге боламын. Иә, әрі қарай Джек пен Анна отбасы болып бақытты өмір сүрді. Енді Джек үлкен жұмыс орнына жұмысқа тұрып отбасын асырай алады. Сендермен бірге болған жүгінай, лайк, комментарий, подписка ұмытпа. Пока-пока.